Қайырлы күн достар, сіздермен Аяжан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен муравейниктің оңай жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдымен електен өткізілген ұнымызға бөлме температурасындағы майымызды салып, жақсылап песочный тесто әзірлейтін боламыз. Ұнымыз бен майымыз бірігуі керек. Жақсылап араластырамыз. 1 шай қасық разрыхитель салып, жақсылап араластырамыз. Бөлме температурасындағы жұмыртқамызды салып, жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Қатты жұмсақ болмайды, орташа тығыздықта шығады. Мына қамырымыз дайын. Бөліктерге бөліп, 4 бөлікке бөліп, морозильникке, тоңазытқышқа 30-35 минутқа қойып қоятын боламыз. Яғни бұл муравейникті стаканда салып, бөліп отырмайсыздар. Оңай әрі тез дайындайтын боламыз. Енді вареный сгущенка мен сары майды жақсылап араластырамыз. Екеуін біріктіргенше әсел қосамыз, жақсылап араластырамыз. Миксермен де араластырсаңыздар болады. Мен вилканың көмегімен араластырдым. Жақсылап біріне бірігуі қажет. Дайын болған қамырымызды теркадан өткіземіз. градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Жақсы піскеннен кейін жақсылап араластырып, вареный сгущенкамызды песочный қамырымызға жақсылап араластырамыз. Бір келкі етіп, жақсылап әдемілеп араластырамыз. Енді бөлек противенге, тапамызға бір келкі етіп салып, үстінен нығыздап, салқын жерге 5-6 сағатқа қойып қоямыз. Кейін бөліп ұсына берсеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қонаққа қойғанға өте дәмді, тәттіні әзірледік.